Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет, Арма Атырау арнасының көрермендері. Төл арнаның тікелей эфирінде өзекті мәселе. Бүгінгі мәселенің мәнісі қоғамды жегідей жеген жемқорлық жайы және оның алдын алу күресу жолдары болмақ. Осынау айтулы функцияны атқаратын өздеріңізге белгілі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Облыс бойынша сол агенттіктің арнайы департаменті бар. Бүгін бізде скайп арқылы сауалдарымызға сауатты жауап беретін спикер, облыстық сол аталмыш департамент басшысының бірінші орынбасары Айдос Мамыт. Айдос Жанұзақұлы, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Жақсы естіп тұрсыз ба мені? Кеш жарық, естіп тұр, жақсы бәрі. Олай болса, енді өзіңіз жақында ғана осы Атырауға қызмет бабымен келіп отырсыз. Бір айдың жүзі болған екен, жаңа эфирден тыс білісіп жатырмыз енді. Жұмысыңызға, қадамыңызға сәттілік тілейміз. Осы Атырауда да қолтаңбасы қалатын жақсы мамандардың бір ретінде елдің есінде қалып, ыстық ықыласына бөленгейсіз. Өзіңіз енді агенттіктің өзінен келгеннен кейін әңгіменде содан бастайық. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі туралы айта кетсеңіз, оның құрылымдары, департаменттер туралы. Оғанға дейін осы функцияны атқарған мемлекеттік органнан бұл агенттіктің айырмашылығы қандай? Содан бастасақ. Алайда қайырлы кеш, құрметті Атырау облысының тұрғындары, құрметті бүгін біздің көрермендеріміз қазір скайп арқылы бізге қосылып, желімізде қарап отырған біздің мына жанкүйер қауымымыз. Енді дұрыс айтасыз, осы Атырау облысына жұмысқа ауысқалы бері енді бір айдың жүзі болып қалды. Тілектеріңізге үлкен рахмет. Енді сенім артқан мына біздің басшылықтың сенімін жерге тастамай, Атырау облысында үлкен халыққа деген ниетпен қызмет атқаруға әрдайым дайынбыз. Сол үшін осы қызметке келіп, мемлекеттік қызмет атағын көтеріп жүрген осындай жайымыз бар. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, агенттіктің орталық бөлімінен келіп, Атырау облысына келіп жатырмыз. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирге қайта қосылдық. Сіздерден кешірім сұраймыз. Интернет желісінің үзіліп кетуіне байланысты Айдос Мамыт мырзамен жаңа скайп арқылы байланысымыз үзіліп қалған. Қайта қосылып отырмыз. Айдос Жанұзақұлы, эфирімізді жалғастырайық, рұқсат болса, жаңағы алғашқы сұрақтан бастай берсеңіз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, оның құрылымдары, департаменттері, оғанға дейін болған мемлекеттік органнан айырмашылығы, содан бастасақ. Жақсы. Олай болса, құрметті көрермендер, ары қаратай жаңағы техникалық ахуалдарға байланысты дауысымыз естілмей қалған. Енді жаңа өздеріңізге айтып бастадым, біздің мына өткен жылы 2019 жылдың ортасында жаңадан құрылған мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жаңашылдықтар туралы. Енді бұл агенттіктің бұрынғы агенттікпен айырмашылығы неде деген бұл жерде бірінші сұрақ қойылады. Бұның өзге бұрын құрылған агенттіктермен мына қарапайым халыққа қандай пайдасы тиеді, ішіндегі жаңашылдықтар қандай. Енді ең басты жаңашылдықтардың бірі бұл жаңадан құрылған мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің парасаттылық департаменті. Сонымен бірге мына превенция департаменті және мына халықпен тығыз байланысатын серіктестік департаменті. Бұл үш департамент бұрын агенттіктің құрамында болмаған. Бұл енді жаңа қазіргі заман талабына сай бұл агенттіктің құрылар алдында енді бірнеше зерделеу өткізіп, шетелдегі жалпы халықаралық тәжірибелерге қарап, осындай үш департаментті құрған болатын. Біртіндеп қазір өздеріңізге осы тікелей эфир барысында айтып берем. Енді ең бастысы мына парасаттылық департаментінен бастасақ па деген ой келіп тұр. Енді бұл парасаттылық департаменттің енді басты мақсаты неде? Парасаттылық департаментінің енді бұл жерде құрылымында жаңағы өздеріңізге белгілі қазір бүкіл Қазақстан елімізге аты шыққан адалдық алаңы жобасы осы парасаттылық департаментінің ішінде. Бұл парасаттылық департаменті жалпы мына тұрмыстағы сыбайлас жемқорлықты жоюға арналған жаңағы адалдық алаңы жобасы арқылы қарапайым халыққа өзінің жаңағы пайдасын тигізеді. Бұл жерде
қарапайым елдер емханаға барған кезде, болмаса мына күнделікті тұрмыста пайда болатын жемқорлықтардың тәуекелдерін, жемқорлықтардың мына шығып жатқан сонау бастауларын жоятын, бастауларын бекітетін, сонымен күресетін осындай бір жоба. Бұл жаңа парасаттық департаментінің ішінде. Енді парасаттық департаментінің ішінде бұдан басқа еліміздің мына жол төселімдерін, күнделікті өзіміздің тұрмыста әдетте мына халқымыздың наразылығы туатын мына жолдың сапасы, жолдың сапасы, жолдың төселінген жаңағы мерзімі шыдамай бір қыстан өткеннен кейін жаңағы әртүрлі жағдайларға ұшырап жататын сапалы жол атты жобалық кеңсесі құрылған болатын. Бұл тікелей сол жолдардың төселіміне, жолдардың жөндеу жұмыстарына қатысты, сол жердегі жол жөндеу кезіндегі пайда болатын сыбайлас жемқорлықтың алдын алатын, тәуекелдерін жоятын жоба. Бұдан кейінгі енді келесі жобаларымыз бұл Protecting Business and Investments. Бұл жаңағы біздің Қазақстан елінде өзінің саудасын дөңгелетіп жатқан, елімізге қомақты қаржыны алып келіп, шетелден Қазақстан елінде инвестор атанып жатқан, ол шетелден келген жаңағы үлкен транс ұлттық компаниялардың өкілдері болсын, басқа да шетелдік компаниялар болсын, солардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғайтын осындай бір жобалық кеңсе. Әрине бұл жерде тек қана бұл жобаның мақсаты шетелдік инвесторларды ғана емес, отандық инвесторларды бірге қорғап, жаңағы заңдарын сақтайтын осындай жоба болады. Енді одан кейінгі тағы да мына жасөспірімдерді әдептілікке баулитын, жасөспірімдерді мына мектеп қабырғасынан бастап парасаттылыққа үйрететін, жаңағы әділеттікке үйрететін осындай парасаттылық департаментінің құрамында пайда болған саналы ұрпақ деген осындай жобалық кеңселері бар. Бұдан бөлек енді мына өзімізге әйгілі Қазақстан елінде, еліміздегі мына жаз шыққан кезде бүкіл халқымыз оңтүстіктен солтүстікке көшеді, шығыстан батысқа қарай көшеді. Осы кездерде қарапайым халық темір жол билеттерін таба алмай қалған жайттар енді өздеріңіз білетіндей жағдайда белгілі. Осы темір жол жаңағы билеттерін, темір жолдың үстіндегі сыбайлас жемқорлықты жоятын, сонымен күресетін Адал жол атты мына Қазақстан темір жол ұйымының қабырғасынан құрылған біздің жаңағы өкіліміз бар. Осындай сапалы азаматтармен құрылған жобалық кеңсе. Енді бұл басты жаңағы парасаттылық департаментінің жүргізіп жатқан осы жобалық кеңселер арқылы біздің халықты, біздің мемлекеттік қызметкерлерді түзу жолға қоятын, әділеттікті дәріптейтін, тазалықты ұстанатын мемлекеттік қызметкерлердің былайша айтқан кезде санасына бір ой салатын осындай басты мақсаттар, осындай бағыттар. Енді әр жаңағы жобалық кеңсенің нәтижесімен және әр жобалық кеңсенің жаңағы жүргізіп жатқан жұмысымен әлі осы эфир барысында таныстырамыз. Асықпаңыздар, құрметті көрермендер. Енді келесі мына біздің агенттіктің іске асырып жатқан жаңадан пайда болған бұл превенция департаменті. Бұл жерде превенция дегеніміз бұл енді бұрындағы мына өздеріңіз білетіндей агенттіктің күнде жаңалықтардан естіп жатасыздар, мына жазалау шараларын, осындай ұсталыпты, осындай лауазымдағы қызметкерлер ұсталыпты деген күнделікті мына жаңалықтардан біз былай қардай сырылып, мына превенция департаментіне құрылған болатын. Бұл превенция департаментінің басты мақсаты мына мемлекеттік қызметте жүрген біздің мына әріптестерімізге саналарына жеткізетін мына алдын алу шаралары. Өздеріңіз білетіндей, қаншалықты мына 10 адамды ұстағаннан гөрі одан да 100 адамға бірдей біз тегістей айтып, алдын ала ескертпе жұмыстарын жүргізіп, сол кезде біздің мына халқымыздың оның ішіндегі мына мемлекеттік қызметкерлеріміздің, әріптестеріміздің санасы осыдан өзгеріп, мына қарапайым халыққа деген және мына өзінің жұмыс істеп жатқан мемлекеттік қызметіне деген осындай бір қарым-қатынас өзгерететін
алдын алу шаралары. Бұл жерде превенция департаменті алдын алу шараларын жүргізіп отырып, мына әр мемлекеттік саланың қызметкерлерінің салаларында, бұл ауыл шаруашылығы болсын, бұл мына білім беру саласы болсын, бұл мына басқа да құқық қорғау органдар салалары болсын, осы салаларда сыртқы талдау жүргізетін сыбайлас жемқорлықтардың сыртқы талдауын жүргізіп, сол сыртқы талдау жүргізу барысында анықталған мына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтап, сол мемлекеттік ұйымдарға, сол мемлекеттік қызметкерлерге ұсыныс ретінде жеткізтіртіп, алдын ала айтып, айғақтатып беріп, сұрақтарын бәріне жауап беріп, осындай алдын ала шараларын жүргізетін превенция департаменті. Енді көп мына қарапайым халық тарапынан мына мемлекеттік қызметкерлердің есігінен теуіп кіріп аша алмаймыз, мына үлкен лауазымды тұлғалардың есігіне барып тұрып, бұлар бізді қабылдамайды деген наразылықтар көп туындағанның себебінен осы серіктестік департаменті құрылған болады. Бұл серіктестік департаментінің басты мақсаты мына біздің агенттіктің ішіндегі агенттіктің басшыларының қарапайым халыққа деген мына арасындағы арақашықтықты жойып, қарапайым халықпен тікелей мына байланыс орнатуға арналған департамент. Тұрғындардың жаңағы мұң-мұқтажына құлақ асатын мемлекеттің аясындағы дүние ғой бұл, иә? Иә, бұл енді басқа да мына мемлекеттік ұйымдардың, органдардың ішінде құрылмаған, бұл мына агенттіктің ішінде құрылған осындай бір дара, қазіргі мына біздің Қазақстанның мемлекеттік қызмет тәжірибесінде пайда болған, былайша айтқан кезде ең бірінші осындай департаменттер. Бұл белгілі бір елдің моделі ме алынған, әлде Қазақстанда алғаш тәжірибеде қолданып жатқан департаменттер ме? Жаңағы парасаттылығымыз болсын, жаңағы серіктестік департаменттерінің барлығы. Біз көбінесе енді озық елдердің моделін, үлгісін аламыз ғой. Бұл жерде қандай? Бұл жерде енді мына Біріккен Араб Әмірліктерінің тәжірибесі кеңінен қолданады. Бұл жерде енді өздеріңіз естігендей, мына жаңалықтардан да естіп жататын боларсыздар. Естіген елден кішкене ұятты болатын жаңағы бақыт министрлігі деген осындай бір министрліктер құрылыпты Араб Әмірліктерінде деген осындай жаңалықтар кеңінен тараған. Осындай жаңалықтарды біз бастауға алып, біздің агенттіктің жаңадан құрылған кезінде басшыларымыздың тарапынан осындай үлкен зерделеу жасап, мына Біріккен Араб Әмірліктері бар, мына Сингапур, өздеріңіз білетіндей, мына сыбайлас жемқорлықпен озық күресетін Сингапур елінің тәжірибесі бар. Одан бөлек мына Жапон елдерінің қызметті жұмыс бабын құру тәжірибелері бар. Және де мына Европа елдерінің де, мына Скандинав елдерінде тәжірибелері өте нақты, өте жаңағы терең қаралып, зерделеніп, біздің Қазақстанның форматына сай келетін осындай серіктестік департаменті. Бұл жерде енді біздің тағы да осы жерде айтқым келіп отыр, біздің агенттіктің мына өздеріңіз білетіндей тәжірибеде басшы әрқандай мына министрліктердің, әрқандай мына мемлекеттік ұйымдардың басшыларында белгілі бір қабылдау, қарапайым халықты қабылдайтын кестесі болады. Басшылардың тәжірибесінде бұл айына бір лауазымды тұлға міндетті түрде айына бір рет қабылдау өткізу керек. Бірақ бұл жерде біздің агенттігіміз тағы да қарапайым халыққа ашықтығын көрсетіп, кішкене бұл форматты өзгертті. Біздің мысалы мына желіде қолданып отқан әлеуметтік сайттарымызға кірсеңіздерде, біздің басшылықтарымыз күнделікті тұрғыда, мына жұмыс күндерінде қарапайым халықты қабылдай береді. Енді осындай бір жаңашылдықтардың бірі. Енді Айдос Жанұзақұлы, осынау агенттікте енгізілген жаңашылдықтар, реформалардың барлығы өз жемісін беріп үлгерді ме, әлде болашақтың еншісінде ме? Қандай да бір мониторинг жасалып, өткен жылдармен салыстыру барысында белгілі бір алға басушылық, сыбайлас жемқорлықтың жолын қиюға байланысты жетістіктер ауыз толтырылып айтарлықтай жаңалықтар бар ма? Әрине, бұның бәрі енді бекерден бекер құрылмай, міндетті түрде құрылған кезде өзінің жоспары бойынша құрылған дүниелердің бірі. Сол жоспарлардың бірден бір жемісі деп айтайын, бұл мына өткен жыл 2019 жыл өткізілген мына әлеуметтік, былайша айтқан кезде халық арасында өткізген
мына әлеуметтік Сауалнама. Сауалнама дейсіз ғой. Мына әлеуметтік, халық арасында жүргізген мына сұрақтар қою арқылы халықтың мына күнделікті көңіл күйін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы деген көңіл күйін зерттеуге арналған сауалнаманың қорытындысы бұл мына өткен жылы едәуір мына жақсы өзінің қорытынды нәтижелерін көрсетті. Бұл жерде 68% мына қазақ еліміздің 68% халқы бұл сыбайлас жемқорлыққа мына біздің сыбайлас жемқорлық агенттігіне сенім білдіреді. Яғни сіздерге күмәнмен қарамайды, сіздердің жұмыстарыңызға сеніммен қарайды. Яғни халықтың жартысынан көпшілігі, бұғанға дейін яғни күмән болған болып тұр ғой. Бұл жерде бұл 68%, енді өткен жылдармен салыстырғанда бұл едәуір үлкен жақсы нәтижелердің бірі. Енді тағы да екінші мына нәтиже осы департаменттер пайда болғаннан кейінгі қол жеткізген екінші бұл нәтиже, бұл 60 деген сан, өздеріңіз жаттап алсаңыздар, естеріңізде сақтап, бұл 60 дегеніңіз қазақ еліміздің 60% халқы өзінің мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуге белсенділігін көрсетеді. Бұл жерде 60%. Бұл өткен жылдарға қарағандағы мына 5% және 10%-ға дейінгі аралықтардағы өлшемнен артқан. Яғни халықтың антикоррупциялық иммунитеті күшейіп келе жатыр ғой, былайша айтқанда. Дұрыс айтасыз, мына халықтың бүгін көзі ашылып, мына былайша айтқан кезде бізге деген біздің қатарымызға қосылып, мына халықпен бірге жұмыс істеудің арқасында, жаңа айтып өткен мына бірнеше департаменттердің еңбегінің арқасында халықтың көңіл күйін түсініп, солармен біргелкі жұмыс істеудің арқасында осындай нәтижелерді біз қазіргі таңда көріп отырмыз. Үшіншіден айтып өтетін мына басты нәтижелердің бірі, жаңағы серіктестік департаменті арқылы құрылған мына өздеріңіз білетіндей 14-24 деген біздің ыстық желіміз бар. Осы 14-24 ыстық жел пайда болғаннан бері біздің агенттігімізге бұл күнделікті жұмыс істейтін қызметтің агенттікке хабарласатын, агенттікпен жаңағы өзінің күнделікті наразылығын бөлісіп, өзінің өтініштерін білдіріп, ұсыныстарын айтып отқан халықтың саны 3 есеге артқан. Бұл да бір үлкен көрсеткіштердің бірі. Бұл жерде енді басты мына қазіргі агенттіктің ұстанып отқан саясаты мына қарапайым халықпен белсенді мына біздің белсенді қоғам қайраткерлерімен, белсенді мына қоғамда жүрген азаматтарымызбен бірге бірлесіп атқарып жатқан жұмыстардың бұл нәтижесі деуге болады. Бұл тек қана агенттіктің ғана нәтижесі емес. Бұл жалпы халықтың бізбен бірге ел болып, қоғам болып жеткен жетістік, үлкен жеңіс дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Енді қазақ елім өте бір данашыл халқым, кеңесі пішкен тоң келте болмас дейді ғой. Сол бәрі бүкіл халықтың бәрі жұмылдырып атқарып келе жатқан жұмыстардың бірі. Енді мана сіз айтқан енді мониторингтік көрсеткіш, пайыздардың барлығы көңіл қуантады. Дегенмен де әлде бір олқы тұстар, жетпей жатқан жерлері бар ма? Жемқорлықтың алдын алуда, күресуде, жалпы тек агенттіктің тарапынан емес, жалпы халықтың санасын идеологиялық тәрбиелеуде қандай бір олқы тұстар бар? Минустарын да айта кетейік осындайда. Енді бұл жерде өзіңіз білесіз, мына жемқорлық деген бұл енді әрқандай мемлекетте бар дүние. Бұл енді бір әрқандай организмде жүретін вирустарға ұқсаған. Бұл жемқорлықпен біз тек қана мына жалғыз агенттік қана күресіп, сол агенттіктің мойнына іліп қойып қана қарапайым халық қарап отырып, қалай күресетінін, қалай шалынатынын, қалай жаңағы жүргізіп жатқанын, ондай идеологиялық жаңағы неден айырылу керек. Бұл жерде біздің қарапайым халық осы бізбен бірге қосылып, былайша айтқан кезде бүкіл халық бірге осы індетпен күреспесе, оның ешқандай қорытындысы болмайды. Бұл жерде біз бүгінгі таңда агенттіктің саясаты барша мына мемлекеттік қызметкерлерді бірге қосылып, мемлекеттік қызметте жүрген адамдар, азаматтардың бәрін бірге шақырып, және мына еліміздегі халықтың арасындағы қоғамдағы белсенді азаматтармен бірге осы жемқорлықпен күресуге шақырамыз. Сонда ғана бізде осы жемқорлықпен күресіп, жемқорлықтың түбіне жететін жағдайға біз жетеміз, нәтижесін сол кезде көретін боламыз.
Ал енді қазіргі таңда әрине әлі күнге дейін мына халықтың арасында қалған мына жемқорлыққа деген салғырттық әлі күнге дейін байқалатын есебі бар. Бұл жерде жаңа өздеріңіз көріп отырғандай күнделікті мына жаңалықтарды естисіздер. Әрқандай бір Қазақстанның еліміздің облыстарында пайда болып жатқан мына жемқорлық фактілер осы орын алып жатқан. Әрине бұл жерде бұл ескі идеологияда жүрген азаматтардың легі болуы мүмкін. Мүмкін жаңағы әртүрлі жағдайға ұшыраған азаматтар болуы мүмкін. Бірақ біз сол ұшыраған жағдайларға бел бермей, қазіргі таңдағы мына егер біз жаңа Қазақстан орнатамыз, Қазақстанда жемқорлықтан айырыламыз, Қазақстанда тек қана мына жаңа жарқын болашақ күтіп тұр деген оймен қарайтын болсақ, онда осы ескі идеологиядан айырылып, мына жаңа парасаттылықпен, әділдікпен, тазалықпен жұмыс атқарып, осымен күресуге бел бууымыз керек. Енді агенттіктің функциясын бір түйіндеп тастап, облыстағы ахуалға келсек, енді Атырауға келгеніңізге бір ай ғана уақыт болды. Бұл енді көп деуге де келмейді. Бірақ енді өзіңіз жүрген осы саланың маманы болғаннан кейін, Атыраудағы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша ахуал қандай жалпы біздегі? Облыстағы. Енді мына өзіміздің қазіргі мына Атырау облысына келетін болсақ, Атырау облысының жалпы мына басқа қазақ жерінің басқа аумақтармен салыстырғанда ешқандай кемшілігі жоқ бұл ауданның, бұл облыстың. Бүкіл қазіргі атқарып жатқан жұмыстардың бәрі өз легімен, өзінің тәртібімен, күнделікті істеп жатқан жұмыстар өзінің жемісін, нәтижесін көрсетуде. Енді жалпы мына Қазақстанның әр облысында өзінің бір ерекшеліктеріне мойын бұрып, ерекшеліктерін мойындаған дұрыс. Енді бұл Атырау облысы еліміздің жаңағы мұнайлы астана деп атап жатырмыз. Бұл осындай мұнайлы бір аумақ болғаннан кейін, бұл жердің де мына қазіргі жағдайы басқа облыстарға қарағанда едәуір ерекше. Бірақ бұл ерекшелігіне қарамастан, облысымыздың қазіргі таңдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мына жүргізіп жатқан саясаты, белсенді қатысып жүрген мына азаматтары халықтың қатысуы өте болашаққа деген сенімін өте жақсы арттыруда. Яғни халық күресуде белсенді дейсіз ғой? Әрине. Енді қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде екенбіз. Естеріңізге сала кетейік, мына карантиндік пандемиялық жағдайға байланысты төленетін әлеуметтік төлемдерге қатысты сұраққа Айдос Жанұзағұлы жауап бере алмайды, өйткені бұл кісінің құзырет шеңберіндегі басқа функционалық міндеттері бар. Сондықтан ол әлеуметтік төлемдерге байланысты спикеріміз келетін болады. Сол кезде сауалдарыңызды жолдасаңыздар жөн болады. Ал дәл қазір Айдос Жанұзағұлына сауал қойыларыңыз келсе, облыстағы коррупциялық, жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты сауалдарыңыз болса, мархабат дейміз. Енді жаңа Атыраудың өзіне тән дүние, оның бірі енді бұл жерде инвесторлар көп қой. Сіз айтып өткен Protecting Business and Investments жобасы осы Атырау облысына ең бір керекті жобалардың бірі сияқты. Осыған байланысты қандай жұмыстар жасалуда, жалпы инвесторлардың жолын кестейтін қандай проблемалар бар жалпы? Агенттік араласып қорғайтындай құқығын. Енді ең басында басында атап өттік, Protecting Business and Investments деген жобалық кеңсенің басты мақсаттарын да айтып өттік. Енді бұл жобалық кеңсе қалай жұмыс істейді? Бұл жобалық кеңсенің қандай механизммен, қандай алгоритммен алға жылжиды? Бұл жерде ең басты бізге мына шетелден келген не болмаса, мына өзіміздің отандық инвесторлардың мына инвестор ретіндегі мына куәландырып алу. Себебі бізде мына Атырау облысында қазіргі таңда бірнеше жүздің үстінде шетелдік мына компаниялар, шетелдік кәсіпкерлер қазіргі таңда қызмет атқарады. Осы қызмет атқаратын шетелдік компаниялардың 100% бірдей инвестор емес, 100% бірдей еліміздің, оның ішінде мына Атырау облысымызға еңбегін сіңіріп, Атырау облысында инвестициялық жобаны іске асырып келатқан
компаниялар шетел тарапынан көп емес бұл жерде. Бұл жобалық кеңсенің басты мақсаты бұл жерде сізде міндетті түрде инвестициялық жоба болу керек. Шетелдік компания Қазақстанға келіп, ол кішігірім сауда болсын, үлкен ірі завод болсын, ол осы елімізде, осы облысымызда міндетті түрде бір жобаны іске асыру керек. Іске асыру барысында пайда болатын мемлекеттік қызметкерлердің арасында мемлекеттік қызметкерлер тарапынан қандай да бір тосқауылдар қойған жағдайда осы кезде біздер шығып осы тосқауылдарды түсіруге, жаңағы шетелдік инвесторлардың пайда болған мәселелерін шешуге шығамыз. Енді бұл жерде өзіңіз жаңа сұрақ қойып отырсыз, қандай басты мәселелермен кездеседі деп, қандай басты проблемалармен жаңағы инвесторларымыз бастаған кезде қақтығысатын болады деп. Әрине, ондай сұрақтар көп. Әр қандай инвестициялық жобаның маңызы да басқа, мақсаты да басқа, көлемі де басқа. Бірақ жалпылама келген кезде бұл шетелдік инвесторлардың бірнеше сұрақтары бар. Бұл жерде ең бірінші сұрақтары бұл шетелдік инвесторлар, шетелдік азамат болып Қазақстанға келген кезде қалай шетелдік инвестициялық визаларды алу керек. Осы жерден былайша айтқан кезде елімізге есігінен кіргенменен бірінші соқтығысатын, бірінші пайда болатын сұрақтардың бірі. Қалай бұл жерде елімізде заңды жұмыс атқаруға болады, қалай заңды осы жерде жүріп тұруға болады деген. Осы жерде енді өздеріңіз білетіндей жаңа сыртқы істер министрлігінің құрамына кіріп тұрған инвестиция комитеті бар. Сол инвестиция комитетімен бірге қоса шетелдік инвесторлардың инвестициялық визаны алуының тәртібін түсіндіріп, жаңағы ала алмай жатқан жерде болмаса мына біздің жергілікті қызметкерлердің тарапынан шығып жатқан мәселелерді шешуге солармен бірге біз атсалысамыз. Бұл бірінші сұрақ. Енді екінші сұрақтардың бірі мына кәсіпкер болғаннан кейін, мына инвестор болғаннан кейін жобасын алып келіп, жобаның көлемін көрсетіп, жаңағы жергілікті біздің мемлекеттік қызметкерлерді осындай үлкен жобасымен қыздырып, жер алмай жүрген азаматтарда баршылық. Осы кезде инвесторлардың жер алу мәселесі көтеріледі. Енді бұл шетелдік инвестор болғаннан кейін Қазақстан жерінде өздеріңіз білесіздер, жаңағы жер қатынастарына байланысты, жер алу мәселесіне байланысты бірнеше заңнамаларға өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол өзгерістерді ескере отырып, инвесторларға мына кәсіпкерлікті жүргізуге жер телімдерін беру мәселелері. Оның жаңағы қалай алынуы, рет-ретімен қалай берілуі, шетелдік инвестор болғаннан кейін енді бәріміз еліміздің жаңағы былайша айтқан кезде еліміздің патриотымыз, әшейін жай ғана жерді беріп қойып қана отыра алмаймыз. Әр бұлтарақтай жердің де сұрауы бар дейсіз ғой, иә? Әрине, судың да сұрауы бар демекші, бұл әрбір жаңағы жердің, тұрған жерінің несіне байланысты сұрақтар туындаған кезде инвесторларымыз бізге енді біршама хабарласып мәселесін көтеріп кеңес алып жатқан жайттар көп. Осы басты мәселелердің бірі осылар болып саналады. Иә. Сонымен бірге жаңа енді жолға қатысты арнайы мамандар бөлінеді дедіңіз ғой. Жолдың сапасын бақылау, ол жол жөндеуге жұмсалған қаражаттың мақсатты жұмсалғанын да бақылайтын арнайы департамент белгіленді дедіңіз. Бұл да мәжбүрліктен туындап отырған дүние сияқты, өйткені коррупция көп жағдайда осы жолға қатысты көбінесе туындайды. Елдің экономикасының жалпы дамуының бет-бейнесі жол ғой. Ал біздің жолдардың сапасы сын көтермей жатады. Осыған байланысты енді нақты бір бағдарламалар бар ма жаңағы департаменттің ішінде, осы Атырау облысындағы жолдарға қатысты? Енді жаңа ғана айтып өттік, парасаттылық департаментінің ішінен құрылған сапалы жол атты жобалық кеңсесі бар. Бұл сапалы жол атты кеңсе жаңағы Қазақстан жеріміздегі жердің төселімін, жердің жолдың жөндеу жұмыстарына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоятын осындай жобалық кеңсе. Оның ішінде нақты қарайтын болсақ, қазіргі таңда біз Атырау адалдық алаңы жобалық кеңсесі бар. Сапалы жол жобалық кеңсесі бар. Және мына арнайы мониторинг топ деген бар. Белсенді халық арасынан шыққан қоғам белсенділерімен бірге сол төселінген жолдың сапасын анықтауға мына жергілікті
жергілікті мына лабораториялармен бірге, лаборатория мамандарымен бірге шығып сол жердің сапасын анықтайтын құрылғыларды, кәсіби құрылғыларды пайдаланып, солардың нәтижесін шығарып, нәтижесі шыққаннан кейін әрқандай жаңағы мәселелер бойынша құзырлы органдарға хабарласып, сол мәселелерді шешуге арналған сапалы жол атты жобалық кеңсесі жұмыс істеп келе жатыр қазір. Әрқандай мәселелеріңіз болса, осы жерде мен осы мүмкіндікті қолданып, мына Атырау облысының халқына, Атырау қаласының халқына, егер жол бойынша, жол төселімдері бойынша, жол жөндеу дұрыс өтпеген болса, егер өздеріңіздің жаңа тұрып жатқан тұрғын үй мекен жайларыңыздың жанында дұрыс жол салынбай, жол келесі жылдарға қалып жатқан жағдайда, осы біздің Атырау облысы бойынша департаментке хабарласып, сапалы жол жобасына хаттарыңызды жіберіп, ұсыныстарыңызды, өтініштеріңізді бағыттасаңыздар болады. Сіздердің өтініштеріңіз осы сапалы жол жобасы арқылы шешіліп, сапалы жол жобасы арқылы өздеріңізге жаңа керекті жауаптарыңызды алып отырасыз. Жұртшылыққа құлақ қағыс ете кетейік. Айдос Жанзағұл, енді тек қана жол емес, басқа да осы көзге түрткі болып тұрған заң бұзушылық, заңның шеңберінен шығып кету жайттары, мына жемқорлыққа қатысты. Жемқорлықты байқаған жағдайда сіздерге қалай байланысуға болады? Қауырт желілеріңіз, және оларды ондай адамдарға арнайы бір статуста берілетін болар, енді заң бойынша беріледі ғой. Сол қалай жүзеге асады, мысалы, сіздерге қалай хабарласады, мысалы, куә болған жағдайда осындай заң бұзушылыққа, жемқорлыққа қатысты? Енді бұл жерде жаңа айтып өткен, егер қарапайым халықтың құрметті әлеумет, құрметті қазіргі біздің осы бағдарламамызды қарап отырған көрермендер, өздеріңіздің көкейтесті сұрақтарыңыз болса, біздің біріншіден 1424 арқылы атты ыстық желімізге хабарласуыңызға болады. 1424 желісіне хабарласып, өзіңіздің жаңа тұратын мекен жайыңызды айтып, аты жөніңізді түсіндіріп, мәселелеріңізді анық-қанығын ашып, түсіндіріп айтып берсеңіз, біз міндетті түрде осы сұрақтарыңызды талдап, зерделеп, өзіңізге жауап беретін боламыз. 1424 бұл агенттіктің қауырт желісі ме, әлде облыстық департаменттік ме? Агенттіктің жалпы республика бойынша, жалпы еліміз бойынша жаңағы кол орталығы болады. 1424. Ал облыстық департаменттің мамандарына қалай хабарласса болады? Енді облыстық департаменттің мамандарына хабарласу үшін сіздерге арнайы қазір енді мына төтенше жағдай болып тұр ғой, бірақ осыған дейін де төтенше жағдай аяқталғаннан кейін біздің антикор орталығы деген бар. Осы департаменттің алдында, департаменттің тура алдынан құрылған, салынған, өткен жылы есігін ашып, елдерін қабылдаған антикор орталығы деген бар. Темірханова көшесі 2А, осы адрес бойынша келіп, өзіңіздің бүкіл сұрақтарыңызды, бүкіл наразылықтарыңызды осы жерден айтып, ұсыныстарыңызды осы жерге қалдырсаңыздар болады. Антикор орталығының былтыр Алик Жатқанбайұлының өзі тұсауын кесіп, тілегін білдіріп, жұртшылықпен жолыққан болатын. Қазір қаншалықты жұмыс жасауда белсенді адамдар бар ма? Сіз айтып отырған, мысалы, сол көшеге антикор орталығына келіп жатқандар бар ма? Арыз, өтініш, тілектерін айтып. Енді қазіргі таңда төтенше жағдайларға байланысты енді біз тікелей қабылдай алмаймыз. Бүкіл барлық өтініштерді, барлық мына ұсыныстарыңызды, наразылықтарыңызды біз тікелей Facebook парақшасы арқылы қабылдаймыз қазір. Тікелей мына ұялы байланыс телефондары арқылы хабарласып, сол жерден қабылдап, не болмаса мына қазіргі әлеуметтік желілер арқылы, өздеріңіздің бейне байланыс арқылы қосылып, өтініштердің бәрін қабылдаудамыз қазір. Енді WhatsApp-қа да хат келген екен, мүмкін болса, сұрақ жемқорлыққа байланысты жұмысқа алу, шетел фирмаларында пара алу фактілерін кім қадағалайды? Және неге күрес жүргізілмейді? Сонымен бірге ұстаған жағдайда неге тікелей ТВ арқылы жария етпейді дейді. Сізге де, бізге де ортақ сұрақ болып тұр бұл. Шетелдік фирмаларға жұмысқа кіру барысында пара алу жағдайлар көп болады, және сонымен күрес жүргізілмейді деген сыңайлы хат жолдап отыр көрерменіміз. Құрметті көрермен, бұл жерде енді өзіңізді атыңызды айтып кетсеңіз, бірден бір жақсы болатын еді, бірден өзіңізге хабарласып айтатындай. Енді бұл жерде шетелдік компания, шетелдік бұл ұйым, шетелдік кәсіпкер болғандықтан, енді мына кәсіпкерлік кодексі деген елімізде жаңа бүкіл кәсіпкерлердің заңнамасы, кәсіпкерлердің жүріп тұруын түзететін осындай кодекс бар. Осы кодекстардың баптарына сәйкес біз мына
қарапайым кәсіпкерлердің тікелей саудасына не болмаса тікелей мына қызметіне араласып ішіндегі мәселелерді шешуге мүдделі емеспіз. Бірақ бұл жерде егер өзіңіздің наразылық тудырып отқан мәселеңіз болса, бізге хабарласып сол мәселеңізді жеткізсеңіз, біз міндетті түрде осы мәселемен айналысып зерделеп өзіңізге нақты жауабын беретін боламыз. Бұл жерде енді жаңағы мен атап өткен Protecting Business and Investment жобасына тікелей хабарлассаңыз болады. Болмаса менің өзіме тікелей шығып, маған мәселеңізді айтып берсеңіз, біз міндетті түрде осымен айналысып өзіңізге тікелей жауабымды дайындауға өзімнің тарапынан мен әзірмін. Госучреждение, яғни мемлекеттік мекеме ғой, спонсорский помощь дейді. Демеушілік көмек бергені тексеріледі ме? Балдар учреждениесі ол жетеді ма сол балдарға дейді. Сіз түсіндіңіз ба? Мен толық түсінбедім. Енді демеушілік көмек берілгені тексеріле ме дейді мемлекеттік мекемелерде? Енді біріншіден бұл мемлекеттік мекеменің қаншалықты демеушілік көмекті алуға құқылы екенін бірінші анықтап алу керек. Себебі мемлекеттік бұл ұйым болғандықтан демеушілік көмектің өзінің шектеуі де болады. Бұл жерде енді бұл демеушілік жаңа көмектер біздің тарапымыздан бұл енді мүлдем басқаша қаралатын болады. Себебі әрқандай мемлекеттік қызметкерді өздеріңіз білетіндей 2 айлық есептік көрсеткіштен артық алған әрқандай сыйлық, әрқандай жаңағы алып келген басқа жағынан келген пайдалардың бәрі бұл енді заңсыз болып қабылданып, заңсыз болып есептелінеді. Яғни бұл тікелей қадағалауда тексеруден өтетін дүниелер. Әрине. Бұл жердегі мемлекеттік әрқандай мемлекеттік ұйымдар алған демеушілік көмектер міндетті түрде біздің көзімізден таса қалмайды. Махамбет аудандық телеграммасы сұраққа жауап бермейді, немесе шаблонмен жауап береді. Шара бола ма дейді осыған байланысты? Құрметті көрермен, өзіңіздің аты жөніңізді айтып, маған тікелей шығып хабарласыңыз. Бектемісов Ғибадат есімді көрермен екен, мен WhatsApp желісінен қарап отырмын. Ғибадат Бектемісов есімді көрермен Махамбет ауданының. Құрметті Ғибадат мырза, сіздің өтінішіңізді мен өзім қарайтын болам. Міндетті түрде маған айтсаңыз, қай уақытта жазып, қандай мәселемен хабарластыңыз, сол жайында маған айтып өтсеңіз, мен міндетті түрде өзіңізге жауап беретін болам. Себебі біздің облыс бойынша бүкіл мына адалдық алаңының қызметкерлері бар, адалдық алаңы жобасының қызметкерлері бар. Және біздің мына облыстағы өзіміздің департамент қызметкерлері міндетті түрде сізге жауап беретін болады. Ол халық үшін қызмет етіп келе жатқан азаматтар өзіңізге де ешқандай бөліп жармай, өзіңізге де қызмет етіп, сұрағыңызға. Осы көрермен тағы да жазып отыр екен, әкімнің қабылдауында болған екен, бірақ сонда көтерілген мәселелер бойынша жауап келмеді, яки болмаса менің орныма қол қою арқылы жасырып келген дейді. Бұл да сіздердің құзыреттеріңізде ғой, мұндай дүниелерді бақылау. Тағы да бір қайталап өтсеңіз, қандай мәселе бойынша әкімде? Ол енді нақты жазбаған, қабылдауында болған, бірақ оның жауабын бұл кісі жауап алды деген сияқты біреудің орнына біреу қол қойған ғой енді. Сондай мағынада жазып отыр. Бұл кісі енді жауабын тікелей сіздерге бағыттауға болады ғой, жаңа аты жөнін жазып алдыңыз. Әрине, бізге тікелей хабарлассаңыздар болады, себебі бұл жерде жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің тарапынан мүмкін бөлінген болмаса мемлекеттік қызметкер тарапынан жасалынған бұл бір салғырттықтардың себебінен осындай жайттар туып тұрады. Осы жайтыңызды бізге тікелей хабарлап айтып берсеңіз, қандай мәселемен және де қай кезде сізге жаңағы не болмаса жалған қол қойылып берілген құжаттар болған екен. Себебі заңнамалық актілерде белгіленгендей, мына жалған қол қоюда бұл қылмыстық істердің қатарына жатады. Және бұл жерде міндетті түрде жауапкершілікке тартылу керек адам. Көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, келелі кеңес бергеніңіз үшін. Қадірлі көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгін Skype арқылы тікелей байланысқа шыққан облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысының бірінші орынбасары Айдос Мамыт. Айдос, Атыраудағы жемісіңізге сәттілік тілейміз. Осынау қоғамның кеселіне айналған жемқорлықпен бірге күресейік, алдын алайық, ауыздықтайық, сізбен біз боп, болдырмайық, еліміздің дамуына үлес қосайық. Жақсылықта жүздесейік, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Қадірлі көрермен, естеріңізге сала кетейік, Айдос Мамыт сынды мамандарға
өздеріңіздің арыз шағымдарыңызды айтсаңыздар, мемлекеттік агенттіктің нөмірі 1424 бұл қауырт желі, сондай-ақ Атыраудағы жағдайларға байланысты мамандармен жолыққыларыңыз келсе, антикор орталығының есігі сіздерге ашық. Есендікпен жүздесейік, аман сау болыңыздар.